Қайырлы күн достар, бүгін мен өзімнің ең сүйікті салатым фунчузаның рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалынады. Ең алдымен керекті заттардың бәрін турап алдым. Бізге ет, қияр, тәтті бұрыш және чеснок, тағы чимчим приправасы, сосын үкіштен өткізілген сәбіз. Мен өзім дайын сәбіз салатын алдым. Енді майға етті салып, жақсылап қуырып аламыз қызарғанша. Менің етім тұздалған, сол үшін тұз салмадым. Сіздердікі тұздалмаған болса, тұз салып қуырсаңыздар болады. Етім қызарып шықты. Енді үстіне тәтті бұрыш пен чеснокты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Тәтті бұрышты салғаннан соң 2-3 минуттай қуырылуы қажет. Енді су құйып, суы тартылғанша дымдап қоямыз. Етіміз пісіп, дайын болам дегенше біз лапшасын дайындай береміз. Лапшасына ыстық қайнап тұрған суды құйып, 7-8 минуттай бетін жауып қоямыз. Етім дайын пісіп шықты. Енді үстіне чимчим приправасын саламыз. Чимчимді еттің үстіне салсаңыз, етіңіз одан да дәмдірек болып шығады, және де ол тоңып тұрғандықтан ыстық еттің үстіне саламыз. Лапшамызды мұздай суға жуып алып, майлықтардың үстіне кептіріп аламыз, суларын құрғатып, және де осылай кесіп шығамыз. Лапшаларды кеспесек, ұзын-ұзын болып жегенде ыңғайсыз болады. Үстіне етімізді, сәбізімізді және де қиярымызды ащы дәм беру үшін құрғақ қызыл бұрышымызды саламыз. Және де соя соусын қосамыз. Мен қызыл бұрыш пен соя соусын көз өлшеммен салдым. Шамамен шай қасықпен 1-2 қасық саласыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын. Өзім айтқандай оп-оңай жасалынады. Дәмі өте керемет. Өзім жақсы көргендіктен бұл салатты әрбір ай сайын жасап тұрамын. Сіздерге ұнауына сенімдімін, өйткені өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Гүлсанам. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.